сол кезде билік біздің азды ғой, енді біз Ресейдің боданы болып, сол біздің азу дәуіріміз 1846 жылдан басталады. Оған дейін біз қазақ жақсы халық болдық. Абылай заманда халық жаңағы ерлік дәуірі дейді ғой Шоқан Уәлиханов, сондай болды. Бірақ бізде 40 жыл уақыт болды. Абылай өлгеннен кейін 1781 жылы Абылай өлді. 1822 жылға дейін 40 жыл уақыт болып кетті. Мына мемлекетті қалай сақтаймыз деуге, тіпті мына мылтық зеңбірек жасап алуға, әскер жасақтауға 40 жыл уақыт берді Құдай. Бірақ бізде сол не болды? Айт пен той сол жүрді. Абылай жоқ, рахат, хан жоқ, билік жоқ. Сөйтіп ұзын арқау кең тұсау саясатын орыстар жүргізіп келіп, оған дейін біз протекторат болдық қой енді. Орыстар біздің ішкі ісімізге араласпаймыз деді, Ресей. Сөйтіп ананы шыжымдап тарта берді. 22 жылы 1822 хандықты жойып жіберді. Хандық болмайды деді. Енді аға сұлтандар басқарсын, анау деген. 68 жылы Ресейдің меншігі деді, қазақ даласы халқымен бірге. Сөйтіп біз мына Кенесары, ана жақта Исатай мен Махамбет, Сырымды атыптар бас көтерді ғой енді. Бірақ оны халық қолдаған жоқ. Әсіресе біздің көп байлар осында билікке, осы Ресей билігіне сатылғанда, сонда біз Махамбетті өлтірдік. Мен соны айтамын. Мына символдарды оқу керек, білу керек тарихта. Біз ақынды қалай өлтірдік? Сонымен бітті бақтайды. Сөздің иесін өлтіру деген өте сұмдық қылмыс.